Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гүлсая, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге осындай керемет болып шығатын, пышный болатын және бір жасағаннан шығатын оладьидің рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде осы видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз. Егер жұмыртқаңыз майда болатын болса, үшеуін қосуыңыз қажет. Менде S1 деген жұмыртқа, олар үлкен болғандықтан мен екеуін қостым. Үстіне шым ғана тұзымызды салып, және де қантымызды қосып, жақсылап венчиктің көмегімен біркелкі масса болғанша араластыратын боламыз. Шамамен 10 минуттай араластыратын боламыз. Бізде ішіндегі қанты жақсылап еруі қажет. Сонан кейін бөлме температурасындағы міндетті түрде жылы айранды құятын боламыз. Айранымыздың проценті маңызды емес. Менде қазір 2,5% айран. Сіздерде қандай айран бар? Немесе қолдың айраны болсын, жарай береді. Сонан кейін үстіне жарты шай қасық ас содасын салып, тағы да жақсылап біркелкі масса болғанша толықтай араластыратын боламыз. Ең соңында ұнымызды қосамыз. Ұныңызды міндетті түрде ситудан өткізіп қосыңыз. Сол кезде сіздер жақсы пышный оладьи болып шығатын болады. Дәл осы видеоның астында описание бөлімінде толықтай рецептінің граммымен жақсылап жазып қалдырдым. Сол жерден қарай аласыздар. Ендігі кезекте венчиктің көмегімен ешқандай түйіршік қалдырмай жақсылап араластыратын боламыз. Ұныңызды осылай аз-аздан қоссаңыз, сіздің араластыруыңызға да жақсы әрі оңай болады. Мінекей дәл осындай қоспа болып шығады. Дәл осылай әдемі болып шығуы қажет. Ендігі кезекте венчигімізді алып тастап, лопатканың көмегімен ыдысымыздың жиегіндегі барлығын түсіріп, жақсылап 5 минутқа қалдырамыз. 5 минут өткеннен кейін табамызға сұйық майымызды азғантай ғана құйып, қыздырамыз да, жай отта осы оладьимызды бір аз қасықтың көлемінде, дәл осы видеода көрсетілгендей құйып шығатын боламыз. Міндетті түрде аз қасықпен осы майыңызға, табаңызға құйып жатқан кезде әдемілеп құйыңыздар. Сол кезде сіздің оладьиңіздің формасы дөңгеленіп, өте әдемі болып шығатын болады. Құрметті менің көрерменім, маған әлі тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, все дегенді таңдап қойыңыз. Және де менің салған жаңа видео рецепттерімді ең бірінші болып көре аласыз. Оладьи өте тез піседі, сондықтан қарап тұрыңыздар. Екінші бетін дәл осылай вилканың көмегімен немесе аударғыштың көмегімен осылай аударып шығатын боламыз. Дәл осы тағамды барлық балалар, үлкен адамдар барлығы бірдей жақсы көреді. Әсіресе таңғы асқа дайындасаңыз өте керемет болады. Дәл осылай барлығын пісіріп аламыз. Шамамен менде 30 шақты оладьи шықты. Менің каналымнан қолжетімді әрі оңай бір жасағаннан шығатын рецепттерді таба аласыздар. Дәл осы видеоның астына барлық видеоларымның ссылкасын қалдыратын боламын. Сол жерден қарай аласыздар. Мінекей біздің оладьиларымыз пісті. Барлығын осылай әдемілеп қойып, үстіне қант ұнтағын сеуіп қойсаңыз, әдемі әрі дәмді болып тұрады. Және де дастарханға қояр алдында үйіңізде бар жеміс-жидекпен сәндеп қойсаңыз, өте әдемі және аппетитный болып тұрады. Егер де менің дәл осы видеом сіздерге ұнаса, өз пікірлеріңізді комментария бөліміне қалдырып, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлсая, ас болсын.